Жә мына қазақтың қария сөзінің айтуынша алаштан ағарыс, жанарыс, бекарыс деп аталатын үш бала туады. Исі қазақ осы үшеуінен тарайды дейді. Алаш қартайған шағында осы үш жылын шақырып алып қолындағы дәулетін балаларға еншілікке үлестіріпті, енші бөліп. Ол үшін бүкіл мал мүлкін тең етіп төртке бөліпті үш баласына. Соның үш бөлігін үш жылына береді де, жаңа қалған төртінші бөлікті тағы да үшке бөліп үлестірді дейді. Балалар мұның мәнісін сұрайды. Сонда Алаш отырып айтты дейді. Алғашқы бөліктер әрқайсыларының өз еншілері. Ал соңғы берілген қосымша бөлік бөлінбеген енші деп аталады. Оның иесі үйлеріңе келетін құдай қонақ деп айтты дейді. Сондықтан бұдан былай жолаушылап жүрген адам босағаттаса, оның төсек тамағы сендердің мойындарыңда. Себебі әрқайсында сол жолаушының бөлінбеген еншісі бар. Жолаушы қонақ әрбір үйдегі өзінің бөлінбеген еншісіне лайық сый құрмет көрмесе, сол үйдің иесі ата салтын, аманатын ақтамаған адам ретінде ат шапан айыбын төлейді екен. Бұл сияқты жөн жол жоралғының мәнісі көші-қон тіршілік тірек еткен ел жұрт бір-біріне қарайлас болса ғана алаңсыз өмір сүріп алады дегенге саяды. Яғни өйткені бүгін сенің үйіңе бір жолаушы келсе, ертең сен бір үйге жолаушы болып барасың. Мұндайда ел жұртты тек бөлінбеген енші ғана жарастырады деп қазақ, алаш халқы сөйтіп сенеді екен. Сондықтан бөлінбеген енші исі қазаққа мәңгілік мұра болып қалды дейді. Алаштың осы өсиетін мен қазақпын дейтін күні бүгінге дейін сақтап келеді дейді. Мына қазақтың бөрі азығы менен ер азығы жолда дейтіні, жүргенге жөргем білінеді дейтіні, тағы мына қонаққа қатысты, қонақ асқа қатысты салт дәстүр жол жоралғылардың бәрі осыдан қалған екен мыс. Келесі жол жүргенге жөргем деген сөздің мағынасын талдаймыз. Жөргем деген не деген?